орыс бауырларымыздың терлетпейтін сорпасы. Ең бастысы жұмыртқаның сарысы мен укропқа кішкене тұз қосасыз да жақсылап тұрып езіп аласыз маны. Көрсеңіз мынандай болу керек. Езіп болғаннан кейін барып үлкен табақтың ішіне салып тастаймыз бәрін. Ары қарай табақтың ішіне салатынымыз мына піскен картошка, кесіп аламыз, турап аламыз. Мына колбаса. Колбаса жоқ болса үйде ет салсаңыз да болады, оның орнына тіл салсаңыз да болады. Әйтеуір өзіңізге қарай. Одан кейін барып жұмыртқаның ағы мен қияр майда-майда қылып турап алдым. И редиска. Редисканы бүйтіп көрсетіп жіберейін сізге. Чоркада мынандай тесіктерінен өткіздім. Бәрін мына табақтың ішіне саламыз. Ал енді көк пияз свежий. Уф, иісіне мынаның шіркін. Одан кейін барып қаймақ салып жібереміз. Полный бір пачка. Қаймақтан кейін хрен деген нәрсе жібереміз. Хрендан кейін майонез деген нәрсені жібереміз. Көбірек сала берсеңіз уаштан кетпейді. Тағы да кішкене тұз. Ал енді горчицаның екі түрі. Біреу зернистая дейді, біреу паста. Ана жүрмей қалды ғой. Басында аз-аздан қосып көріңіз. Керек болса тағы да қоса саласыз. Енді кефир қосамыз. Ал енді қазақтың сарыағаш деген қарапайым суын қосамыз. Газдалған минералка дейді ғой орысша айтқанда. Ал енді асықпай мынаны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал орыс бауырларымыздың тағамы окрошка деген дайын болды. Жазда күн жылы, ыстық, қайнап тұрған кезде осындай жесеңіз күшті болады. Астарыңыз дәмді болсын.